Менің қолымда солдаттың оққа қара каскасы. Бұны өзім көп еңбектеніп жан-жақта достарыма мына іздеу жұмыстармен айналысатындарға хабарласып қолыма алдырып отырмын. Бұл касканы не үшін алдырып отырмын? Неге? Бұйырса бұл каска Қаратау ауданында Қайыржан Қасанов және Алаш музейіне сонда тапсырамын. Оның бір орны тапсыратын жері болып тұр. Өйткені мен қасымда тұрған мына портреттегі Қайыржан Қасанов ағамыздың суреті. Қайыржан Қасанов ағамыз марқұм 50-дің үстінде кітап жазып қалдырды. Көптеген өлеңдері бар, өшпес із қалдырды. Қаратөбе өңірі еңбектің газеттері ұзақ жыл басқарды. Енді бұл касканы алдырған себебім Қайыржан ағамыздың әкесі соғысқа аттанып із-түзсіз жоғалғандардың қатарында. Көп жыл іздеп таба алмайды. Төлеген Құспан 17 жыл туған екен, дүниеге келген. Бұның Қайыржан ағамыздың балдары Ержан Қасанов пен Нұржан Қасанов та көп еңбек сіңіріп іздейді. Бір хабар келеді Ленинград облысынан. Бауырластар зиратында бір әріптен қате кеткен, Төлеген Құшпан деген тұр деп. Құспан. Енді басқа барып қарағанда құжаттарында Төлеген Құспан деген жаңағы наградаларын бәрі балдары қолына алады. Ол 1942 жылдың қыркүйек айының 29 күнде Ленинград облысы Слуцк ауданында Путролово деген селосының маңында ерлікпен қаза тапқан делінген. Жаңағы Ям Ишора деген селоның маңайы, сол жерде өзен бар, сол жерде бауырластар үлкен зираты болады. Барып келгеннен кейін жаңа фотосуреттерге түскенде Қайыржан ағамыз ескерткіш белгінің ең жоғарғы жағында мынада тесік касканы көреді. Маңдайында оқ деген. Қап балдарым, мына каска неге әкелмедіңдер дейді. Қайта алып келгенде жақсы болатын еді деп. Содан Қайыржан ағамыз осы каскаға қарап отырып бір өлең жазған. Каска деп аталады. Музейдегі оқ тескен каска мына, дес бергендей көңілдің асқағына. Тоқтауға қалым жоқ, қарамаңыз жанарыма үйілген жасқа мына. Шабуылға шыққанда майдан алға, шебінде киіп оны пайдаланды. Айтшы каска, есің қайда қалды? Қалың орман барлауға сәтті мекен. Деп жүргенде жау мерген атты мекен. Жарып өткен маңдайды жалғыз оқтан. Жапан түзде қаза болып жатты мекен. Аққан қан киімдерін жуған бәрін, тіршіліктің қиялмай думандарын, қоштастыма еске алып ең соңғы рет, елде қалған достарын туғандарын. Айтшы каска, қайғаны жан тақсырлы, күңірентіп есін он сан түрлі. Қош деді ме атана балаларым, қош сүйген жар деп әлде жан тапсырды. Айтшы каска, солдаттың оққа қара, жүр ғой ұлын талайлар жоқтап әлі. Келушілерге музейге ойға батып, саған келіп еріксіз тоқталады. Ән күйменен қайғыны жуған бәрін, өткістекте жеңістің думандарын көріп, олар касканы еске алады, оралмаған соғыстан туғандарын. Бұл каска бұйырса Қаратөбе өңірінде Қайыржан ағамыздың ұлдары салған Алаш және Қайыржан Қасанов атындағы музейге табыс етемін.